Жарық құбылыстар бөлім бойынша жиынтық бағалау. Жарық мөлдір емес ортаға түскенде жұтылады немесе шашырайды. Д варианты. Дөңес айна қандай кескін береді? Дөңес айна всегда жалған, кішірейтілген тура кескін береді. Физикадан БЖБ ТЖБ-ға көмек керек болса, WhatsApp нөмірге жазсаңыз болады. Кеттік келесі. Айналық бетке жарық сәулесінің түсу бұрышы 20 градус, шағылған сәуле мен айна жазықты арасындағы бұрыш, яғни түсу бұрышы 20 градус. Онда оның шағылу бұрышы да тоже 20 градус болады. Мынаны енді мен альфа штрих дей салайын. Енді қараңыздар, бізге именно айтып отқан бұрыш мына альфа бұрышты айтып отыр ғой. Осы альфа бұрыш табу керек. Енді мына аралық білеміз 90 градус болады. Мына жер 20 градус болса, 90-дан 20-дан айырсақ, альфа 70 градус. Все, 70 градус варианты. Жарық сәулелері ауадан шыныға өткенде түсу бұрышы 60 градус, сыну бұрышы 30 градус болса, сыну көрсеткішін табыңдар. Енді сыну көрсеткіш бізде түсу бұрышының синусының, сыну бұрышының синусына қатынасы. Тапсақ бізде 1,732 болады. Кеттік келесі. Дене екі фокустан тысқары орналасса, кескінге сипаттама беріңдер, кескін сызыңдар дейді. Енді 2F-тан тысқары орналасты деген сөз, бұл жерде мына кескін қараңыздар. Именно кескін бізде төңкеріліп тұр. Төңкерілген болса, всегда шын болады. Төңкерілген қасында всегда шын қосылып бірге жүреді. Ал енді егер кескін былай, мынандай тура болса, тураның қасында всегда жаттап алу керек, что жалған жүреді. Жалған. Тура мен жалған екеуі егіз нәрсе. Дәл сол сияқты, егер кескін төңкерілген болса, онда ол шын болады. Өлшеміне қарасақ, мына екеуінің өлшеміне қарасақ, кескіннің өлшемі кішірейіп тұр. Ол көзбен көріп ақ қарап біле беруге болады. Кеттік келесі. Нәрседен линзаға дейінгі қашықтық 4 см-ге, ал линзадан кескінге дейінгі қашықтық 6 см-ге тең. Линзаның оптикалық күші мен фокус аралығын есептеңіз. Бізде 1 бөлінген F тең болады, 1 бөлінген F қосылған 1 бөлінген D. Мына линзаны формуласын білеміз, өздеріңіз барлық білесіздер. Дәл сол сияқты орындарына қоямыз. Мынау сантиметрлерді мен метрмен жаздым. Яғни 100-ге бөлсек 0,6 метр, 0,4 метр. Дәл солай полный орындарына қоямыз да 6-ға 4 қоссақ 10 бөлінген 0,24. Енді осы жерден бізге нерде 1 бөлінген F ол тең болады 10 бөлінген 0,24-ге. Енді осы жерден F табатын болсақ 0,24 бөлінген 10 ол менде 0,24 метр болады. Ал енді біздегі оптикалық күші D тең 1 бөлінген F, 1-ді бөлемін 0,24-ге тең болады 41,67 диоптрия. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау болса, каналға тіркел, лайк басып, қоңырау жазбасын басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.